Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай әдемі дәмді орешка жасаймыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен үй температурасында тұрған сары майымызды ұнымызға салып, қолымызбен осылай араластырамыз. Біркелкі қылып араластыру керек. Үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тындырып, 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қамырымызды алып, бөлшектерге бөліп, домалақ пішінді қылып жасаймыз барлығын. 6-7 граммнан жасау керек. Одан аз болса, жаны шықпай қалуы мүмкін жаңғағыңыздың. Тегіс шығу үшін 6-7 грамм жарайды. Барлығын біркелкі қылып жасап аламыз. Қызып тұрған формамызға қамырымызды саламыз. Қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай қызыл болып, сарғыштау болып пісіп шығады. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Жандарын осылай пышақпен кесіп алып тастаймыз. Барлығын бірдей қылып. Енді жаңғағымызды тураймыз. Жақсылап майдалап турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстінен вареный сгущенка салып, араластырамыз. Піскен жаңғағымызға салып, ішін бекітеміз. Осылай өте дәмді орех дайын болды, жаңғағымыз. Жасап көріңіздер, астарың дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.